Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Mob Psycho 100 анимесін қазақшалап айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Mob Psycho 100 керемет күшті экстрасенс немесе эспер туралы аниме. Оның аты Шигео Кагияма. Лақап аты Mob. Бірақ біріншіден қызықты факт, аниме бюджетінің көп бөлігі көз салуға жұмсалады. Және көптеген кадрлар кәдімгі парақ пен бояуға салынғанына қарағанда бағасы 2-3 теңге. Басты кейіпкер, яғни Mob анимедегі ең күшті экстрасенс, бірақ оған қарап олай ойламайсың. Себебі балалық шағында оларға жоғарғы сынып оқушылары шабуыл жасап, Шигео мен оның інісі Рицуды ұра бастады. Сол кезде оны қатты сезім билеп, өзін және інісін қорғау үшін әлгі жігіттерді сұмдық жарақаттайды, немесе өлтіреді. Шигеоның күші оның эмоционалдық жағдайына байланысты болып шықты. Егер Mobтың сәтсіздік шкаласы 100%-ға жетсе және бұл күнді стресс немесе басқа да жағымсыз эмоциялар жиналып қалса, ол жарылып күші бірнеше есе артады. Бірақ бұл оның шынайы потенциалының бір бөлігі ғана. Жарылу шкаласы осы нәрсеге жету мүмкін. Содан кейін Mob өз әрекеттеріне бақылауды мүлдем жоғалтады және өзін тек өмір сүру инстинкті арқылы жетелейді. Сосын бұл қарапайым адамдарға зиян келтіру мүмкін болғандықтан Mob эмоцияларын тежейді. Шындығында бұл ғаламда барлық адамдарда ерекше эсперлік күштер бола бермейді. Бұл қабілет өте сирек кездеседі және көбінесе тыныштықта болады. Оны стресс немесе өте күшті эмоциялар қоздыруы мүмкін. Кагияма отбасында бұл қабілеттер әзірге Mobта ғана оянған және оның тәлімгері бар, Аратака Рейган. Mobтың айтуынша ол 21 ғасырдағы ең ұлы экстрасенс. Рейган көре алмайтын осы елестерді жою үшін Mobты қолданатын шарлатан деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ оны ең мықты деп елестете тұрыңыздар. Просто дәл қазір ол бізге өзінің керемет күшін көрсеткісі келмейді. Оның орнына Рейган өзінің короналық соққысын солевой ударды пайдаланады. Айтпақшы, басты кейіпкер Соль деген мектепте оқиды. Менің түсінгенімше автор анимені осы қалпында көрем деп ойлаған-ау шамасы. Mobтың бұл мектепте махаббаты бар, бірақ ол өзінің эмоциясын үнемі басып отыратындықтан, ол қарама-қарсы жыныспен қарым-қатынас жасауды мүлдем ұмытып кеткен болуы мүмкін. Ол мәселені шешу үшін және махаббатына ие болу үшін ол денені дамыту үйірмесіне жазылуды шешті. Үйге қайтып келе жатқанда Шигеоны бір сектаға итермелейтін көшбасшысы гипнозға ұшырағандардың барлығын үнемі ыржиып күлуге мәжбүр етеді. Бірақ оның күші Mobқа әсер етпеді, сондықтан ол қатты ашуланды. Бұл сектаның басшысы Ямочки деп аталады және ол осы сектаның көмегімен бүкіл әлем жаулап алғысы келетін елес. Оның гипнозы Mobқа әсер етпеді. Содан кейін Ямочки онымен бірге бір күресуді шешті. Алайда Шигео оның мәселесін тез шешеді. Ал келесі күні Ямочки Mobтың үйіне сенімнен шығу үшін өзінің әлсіреген түрімен денесіне кіріп алу үшін келеді. Бірақ алдын ала айтайын, Ямочки Шигеоға жабысып, оның досына айналып кетеді. Соль мектебінде банда бар, олардың жетекшісі Тенга Анигавара болып саналады. Олар басқа мектеппен қырылады және олардың қарсыластарының боссы Теруки Ханазавадан басқасының барлығын жеңеді және ол да эсперт. Басқа мектеппен шайқас кезінде өз қабілеттерін пайдаланады. Оны жеңу үшін Анигавара денені дамыту клубын шақыруды шешті, бірақ олар бұл жекпе-жектер уақытты босқа өткізу деп ойлайды және оған қатысудан бас тартты. Осыған байланысты Анигавара алдауды шешті. Ол Mobты қырылып жүрген қарсылас мектеп кепілге алды деп алдап, кейін бұл туралы денені дамыту клубына хабарлайды. Осылайша олар өз балдарына көмекке келеді деп ойлайды. Әрине, олар сол жерде барлығын өлтірді, бірақ кейін Ханазава келіп өз мүмкіндіктерін пайдаланып оларды жеңді. Ақырында Ханазава мен оған бүйірден қарап тұрған Mobтан басқасының бәрі өлді. Шигео оған өзінің күшін қарапайым адамдарға қарсы пайдаланғаны үшін ұрса бастады. Оған Таруки өзін және Mobты қоғамнан жоғары және олар өздерінің артықшылықтарын пайдалану керек деп жауап берді. Содан кейін олар соғыса бастады. Ханазава Шигео өзінің шынайы күшін пайдаланбағанына ашуланды, бірақ оның орнына жай ғана барлық соққыларды қабылдады. Ашуланып, ол оны тұншықтыра бастады, бірақ Mob жауап бермей ес-түссіз жерге құлады. Рас, осы шайқастың кесірінен Mobтың жарылуы 100%-ға жетіп, айналадағының бәрін, соның ішінде Ханазаваның да талқандай бастады. Оянып, Mob мектепті және тағы бір адамды қиратып жібергенін көріп, ол жылап жіберді. Өйткені ол қайтадан жақсы жағынан өзгермей, тағы да басқа
басқа адамдарға кесірін тигізеді. Бұл шайқас Ханазава идеалдарын толығымен өзгертті және қазір ол мобтың жағында. Сол кезде қалған мектеп оқушылары оянып, моб өздеріне де шабуыл жасайды деп қорқып, бірден қашып кеткен. Осы төбелеске байланысты барлық мектептерде қауесет тарады және Шигео ақ өлім деген лақап атқа ие болды. Ал енді барлық мектеп басшылары оны ұрғысы келді. Мобтың кіші інісі Рицу ешқашан ерекше қабілеттерге ие болмаған, сондықтан ол ағасын қатты қызғанатын. Ол және оқу кеңесінің басшысы осы мектептің жаман жігіттермен күресуге шешім қабылдады және Анигавара мен оның достарына қыздардың заттарын тығып жіберіп, оларды извращенец етіп көрсетті. Сондықтан бүкіл мектеп бұл жігіттерді жек көре бастады. Үйге қайтып келе жатқанда Рицуды миллионер кездестірді. Ол оны моб деп ойлап экспериментке қатысуды ұсынды. Мәселе мұнда, ол шынымен де қабілеттерге ие болғысы келді. Сондықтан ол барлық экстрасенстерді олардың күшін зерттеу үшін өзінің ағартушылық зертханасына шақырды. Сол жерде Рицу өздерін экстрасенс деп айтатын мектеп оқушыларын кездестірді. Бірақ олардың күштері өте әлсіз болды. Рицудың бұл зертханалардан көңілі қалды, өйткені ол оны экстрасенс етеді деп ойлады. Сондықтан ол үйіне кетті. Ағасының күш-қуатына қызғанышпен және байқұс жігіттерді алдағаннан соң өзінің кінәлі сезінгендіктен оның эмоционалдық жағдайы нашарлады. Және біз білетініміздей, мобта осындай жағдайда эспрессті қабілеті қосыла алады. Рицуде де дәл осылай болды. Үйінде ол Ямочкиді кездестірді. Содан кейін ол өзінің экстрасенс болғанын түсінді. Өйткені сондай адамдар ғана елестерді көре алады. Бірақ тәжірибесіздігінен ол әлі өз қасиеттерін басқара алмайды. Сондықтан оған Ямочки көмектесті. Рицудың шақыруымен ішіне кіріп, оның күштерін басқара бастады. Ақ өлім, яғни мобты жеңгісі келген мектеп басшылары оны Рицумен шатастырды және ол бұған тек қуанды, өйткені бұл оның қабілетін сынау мүмкіндігі болды. Оны Ямочки басып алды және олар бәрін құрта бастады. Ханазава мұны байқап қалып, інісін тоқтату үшін мобты шақыруға барды. Мұның бәрін белгісіз эспер қадағалап отырғаны белгілі болды. Оған біреу Рицуды басып алуды бұйырды, өйткені олар оны моб деп санады. Бірақ олар мобты Рицу деп ойлайтын миллионердің кесірінен не істерін білмей қалды. Ол эспердің аты Каяма. Ол тырнақ қылмыстық ұйымынан. Олар балаларды ұрлап, оларға эксперимент жүргізеді. Олардың мақсаты әскер жинап, дүниені басып алып, революция ұйымдастыру. Ол мектеп оқушыларының қасына секіріп түсіп, Рицуды да ұстамақ болды. Бірақ оны моб тоқтатты. Содан кейін олар төбелесе бастады. Шигео мұндай күшті қарсыласпен бірінші рет кездесті және мұндай күшті соққыларды күтпеген еді. Сондықтан Каяма оны және Рицуды қатты ұра бастады. Бірақ мобтың жарылысының ауқымы 100%-ға жетті. Содан кейін ол қылмыскерге білгенін істеді. Өз миссиясын орындау үшін Каяма мобқа қандай да бір спрей шашады. Соның салдарынан ол біраз уақытқа есін жоғалтқан. Сосын Рицуды ұстап алып қашып кетті. Рицу және ағартушылық зертханада кездескен мектеп оқушылары шрамға тұтқынға ұсталды. Бұл тырнақтың 7-ші дивизиясы. Осы дивизияның командирлерінің әрқайсысы бір кездері бастығына қарсы шығып, сол үшін шрам алған. Інісін құтқару үшін моб Каназава мен Ямочкимен бірігіп кетті. Олар Шигеоны ұйықтатуға жіберген шрамның адамдарының бірін азаптау арқылы ақпарат алды және содан кейін олар Каяманы жеңгенін біледі. Рицу мен компания біз шатастық деп өздерінің қабілеттерін шрамға көрсетпеу үшін сөз байласты. Осы үшін гипнозы күшті командирлердің бірі мектеп оқушыларын жазалап, Майнкрафтерді өлтіруді ұйғарды. Шын мәнінде бұл басқаларды қорқыту үшін жасалған елес еді. Бірақ бұған қарамастан Рицу мен компания қашуға келісті. Ол үшін олар камерасын күзететін әлсіз күзетшілерді ұрып-соғып Майнкрафтерді іздеуге асығады. Осы уақыт ішінде ол басқа күзетшілердің арасында болды. Рицу оны құтқаруға келді, ал күзетшілер оған шабуыл жасамақ болды. Бірақ олардың ең үлкені мектеп оқушыларын қырылмай-ақ босатуды бұйырды. Өйткені күзетшілер қарапайым адамдар және олардың экстрасенстерді жеңуге мүмкіндігі жоқ. Осы уақытқа көмекке келген моб Каназава мен күзетшілердің бірін иеленген Ямочкимен бірге Рицуға іздеуге шықты. Олардың осында жүргенін 7-ші дивизияның бастығы Ишигуро байқайды. Бұл гравитацияны басқаруға және қара құрдым жасауға қабілетті ең қуатты эсперлердің бірі. Ол Каяманы шынымен кек алғысы келген мобпен шайқасқа жібереді. Бірақ Шигеоның төбелесуге уақыты болмады. Сондықтан ол оны төбеге жабыстырды. Содан кейін олар Рицуды тезірек табу үшін бөлініп кетті.
кетті. Ал бұл арада ол 7-ші дивизионда жаттығатын Шо Сузуки Эспермен қырыла бастады. Ямычки рух аңшысымен шайқасты, бірақ мобпен шайқастан кейін әлсірегендіктен ол тұтқынға түсіп, басқа рухпен бірге қоймаға орналастырылды. Ханазава отты қолданатын қабілетті командирмен шайқасты, бірақ оны жеңгеннен кейін оған ол жеңіліп қалған тағы 2 Эспер келді. Моб інісін ес-түссіз жатқан жерінен тапты. Айтпақшы, оны Сузуки ұйықтатқан екен. Рицудың жем болғаны белгілі болды, және гипнозды білетін Эспер Шагеоны есінен танып қалу үшін оның барлық жаман естеліктерін көрсете бастады. Бірақ бұл мобтың жарылу шкаласын 100%-ға жеткізді. Содан кейін ол өзінің энергиясымен командирдің иллюзиясын күшейтіп, оны оған қарсы қойды. Бірақ бұл оның есін жоғалтуына әкелу мүмкін еді. Және осы уақыт бойы не болып жатқанын бақылап отырған Сузуки оларды қабілеттерін пайдалана алмайтын арнайы камераға орналастырды. Сонымен қатар ол жерде Каназава мен Ямачки болды. Моб жеңіліп тұтқынға алынған сияқты. Теориялық тұрғыдан алғанда финал қайғылы аяқталуға жақын болды. Бірақ сіз 21-ші ғасырдың ең ұлы Эспері мобтың тәлімгері мен бастығы туралы ұмыттыңыз. Рейган барлық мәселелерді шешуге келді. Күзетшілердің бәрі оны ең мықты екенін бірден танып, тырнақтың бастығы деп санай бастады. Ол келіп моб пен басқаларды сол бөлмеден босатып алды. Содан кейін ол шығуға қарай бет алды. Бірақ Исугуро мен оның шестеркасын кездестірді. Моб оларға қарсы күресуді ұйғарды, бірақ сүңгуір оны ауырлық күшімен қыса бастады. Шын мәнінде ең мықты, ең жоғарыда деген сөз, және ол Исугуроға күшті секіру соққысын жасайды. Ол мұнымен тоқтап қалмай, барлығын ұйықтату үшін әрі қарай кетті. Қызып тұрған жұдырық астына бірінші болып иллюзионист түсті. Рейган монета алып, гипнозды білетін командирді гипноздауға кірісті. Әрине бұл нәтиже берді, және ол иллюзионистке күшті соққы берді. Бірақ өкінішке орай бұл олардың ашуын келтірді. Содан кейін барлығы төбелесе бастады. Жекпе-жек барысында Ханазава мен Рицу қарсыластарынан жеңіліп қалды. Сондықтан олар мобты шақырып, оның сұмдық түріне айналуын және барлығын өлтіруін сұрады. Зақымдану шкаласы 100%-ға жетті, және ол өзін және достарын қорғау үшін өлтіруге ұмтылды. Бірақ Шагеоны тәлімгері тоқтатты, өйткені ол адамдарға қарсы мұндай қатты күшті оларға қауіп төніп тұрса да қолданбауы керек деп айтады. Рейган бәрін бейбіт жолмен шешуге болады, немесе соңғы вариант ретінде ол жерден әрқашан қашып құтылуға болады деп санайды. Бірақ ол осыны айтып тұрғанда командирлердің бірі оны канатасымен кесіп тастады. Бірақ Рейган мүлдем зардап шекпеді. Ол жайбарақат тұрып, неге бұлай істегенін сұрай бастады. Бәлкім мұның бәрі оның жарылып жатқан кезінде мобты ұстағанына байланысты. Шигеода жиналған барлық күштің Рейганға уақытша тапсырылғандығына байланысты шығар. Бірақ мұның бәрі менің болжамдарым. Шын мәнінде ол өте күшті болғандықтан Рейган барлығын сұмдық ұйықтата бастады. Тіпті Ишигуро да оған кедергі бола алмады. Иә, күткендей бұл ең оңайы болды. Содан кейін ол 7-ші дивизияның барлық мүшелерін тырнақтан бас тартуға және қалыпты адамдар болуға мотивация бере бастады. Бірақ оның сөзін Ишигуро тоқтатты. Оның маскасы шешіліп, барлық адамдар оны құрметтейтіндей әлемді жаулап алғың келеді деп айғайлай бастады. Содан кейін ол барлығын жою үшін үлкен қара құрдым жасады. Моб Рейганға берген күші мен билігі қазірдің өзінде аяқталады, ал мобтың өзі шаршады. Сондықтан олар оған қарсы тұра алмады. Бірақ соңғы сәтте Сузуки оларға көмекке келді. Олар Ишигуроны тез ұйықтатып жіберді. Содан кейін ол 7-ші дивизияны талқандады. Ол мүлде стажер емес екені белгілі болды. Сузуки тырнақтың негізгі штабынан келіп, өзімен бірге ең лайықты адамды 7-ші дивизиядан алып кетуге келді. Бірақ бұл жерде ондай адам болмады. Сузуки Шагеодан көңілі қалғанын, өйткені ол өзінің мүмкіндігін толық пайдаланбағанын айтты. Содан кейін ол жай жоғалып кетті, және бәрі аяқталады. Осы оқиғалардан кейін Рицу мен Моб өте жақын болды. Оқу кеңесінің басшысы Анегаварадан оған сатқындық жасаған үшін кешірім сұрауға шешім қабылдады. Анегавара оларды кешірді, және оның барлық сыныптастары оны қалай төмендетеміз деп артынан қазбалағандарын айтты. Ол өзгеру керек екенін түсінді, және ол үшін денені дамыту клубына қосылады. Қазір ол топпен бірге жаттығады. Рейган біраз уақыт алған Шагео күштері әрине жоғалып кетті, бірақ ол рухтарды көру мүмкіндігіне ие болды. Соның арқасында ол енді Рейган үшін жұмыс істейтін Ямачкимен дос болды. Соңында олар бізге Сузукиді көрсетеді. Ол әкесі болып шыққан тырнақтың бастығын шақырып, барлық мәселелерді өзі шешу үшін Жапонияға ұшуын сұрайды. Бірақ біз мұны келесі сезонда кейінірек бір уақытта көрерміз. Және қазір бұл бейнені көргеніңіз үшін рахмет айтқым келеді. Лайк басып каналға жазылуды сұраймын. Және қоштасамыз. Келесі бейнеде кездескенше.